Армысыздар. Мен Салтанат өзім қолөнерге өте жақын болғаннан кейін ұстазым Гүлбаршынға осы YouTube арқылы тауып алып, Қызылорда қаласынан осы Озерныйға келіп, Астана қаласындағы осы ұстазым Гүлбаршынға арнайы мастер-класс үйренуге келдім, арнайлап. Неке, бірінші менің мастер-класс үйренгенім бұл шарф. Бұны көрдіңіздер ғой, мынандай оюланған, қазіргі үлгіде сәнді, бұны неше түрлі үлгіде тағуға болады мінекей. Бұл енді бірінші бастамасы ғой, бұны көрдіңіздер ғой, неше түрлі үлгіде, мына жерге брош, гүл тақса да, любой отырыстарға да неше түрлі қылып киюге болады, көрдіңіздер ғой. Бұл табиғи болғасын, бұл әріде салқын кезде мойынға жылы, сосын өте ыңғайлы, комфортно дейді ғой енді. Сондайға үлгіде киюге болады мінекей. Былай да кие бересіз. Бұл әр адамның өзінің қалауымен қандай қалай кисе де, бұл сосын любой гибкий дейді ғой, сонымен киіп кете береді мінекей. Көрдіңіздер ғой мінекей. Оюланған. Бұл енді менің бірінші мастер-классым, көрсеткен жаңа кімнің, Гүлбаршын ұстазымның. Көрдіңіздер ғой. Өте әдемі. Оны просто қолмен ұстағанның өзінде камерадан да көрініп тұрған шығар мысалы. Осындай шарф жасадыңыз кейін? Осындай шарф жасап, әлде енді неше түрлі мастер-класс үйренемін деген ойдамын. Енді мына шарфтардың шектеріне гүл салып, неше түрлі дизайнер жасап. Енді алдың кездерде де мен мынандай гүлдермен, мысалы, киізден жасалған гүлдер қойса да болады. Любой отырыстарға енді әдемі болып көрінеді. Камерадан көрініп тұр деп ойлаймын мінекей. Өте әдемі, қолға да өте жағымды. Енді мінекей, өзіңіз көріп тұрғандай, басындағы орамалды көріңіздер ғой. Бұл да ұстазым Гүлбаршыннан үйренді мінекей. Бұл өте баста ешқандай білінбейді. Табиғи ғой енді бәрі. Мынау таза жібек матасы, сосын мынандай палантин үйрендім. Бұл енді айтылмады, матасы енді керемет. Бұның жасауының өзі бір ғанибет қой. Бұның жасап отқан өзі өзіме қатты ұнағасын, өзім бір демаламды. Адамға бір күш қуат бере ма, сондай енді. Маған өте ұнады. Мінекей. Мынау да сол басындағыдай орамал. Енді мен айтқым келгені, Гүлбаршын ұстазымға мыңда бір рахмет. Бұдан енді кейін осы кәсібімді әрқалай жалғастырып, кейінгі ұрпақтарға да өзім үйретем деп ойлаймын. Сосын менің тағы да ұстазым Гүлбаршын қасында көмекшісі Амангүл апаға да үлкен алғысым шексіз. Сосын Гүлбаршын ұстазымның жары маған өте тоже көмектесті. Ол анау бас киімнің қалпын істеп арнайы, оны да көрдім. Оған да мыңда бір рахмет. Алла разы болсын. Әлде мен сол кісілердің атын шығарып қуантам деген мақсаттамын. Рахмет сізге. Кейін сіз алдында бір ол кезде видеоменен шығып бас киімдер жасадыңыз, иә? Иә. Мен онлайнмен бас үйрендіңіз, иә? Ол кезде бас киімнің бәрін шығарып алдыңыз, иә? Түрлі бас киім жасадыңыз. Бас киімде де аяқ киім жүннен жасылған. Енді аяқ киімде мысалы қазір табиғи жүннен болғасын, ревматизм, бүкіл ауруларға ондай неді, жұмсақ, пайдалы. Соның бәрін мен негізі онлайн ретінде үйренгенмін. Сосын негізі өзім енді көзіңізбен көріп, қолменен ұстап көрейін деп сонымен арнайлап. Ұстазыма қолмен көріп, сол кісіні көзбен көз көріп үйренуге келдім осы Озерныйға. Енді келесі жоспарыңыз қандай? Келесі жоспарым енді ұстазым құсап үлкен андай оюлы қазақи шапандар тігудемін. Тігуге бел мақсат қойып отырмын. Не деймін енді, ары қарай енді сол ұстаздың бүкіл несін үйренгім келеді. Сізге онда сәттілік тілеймін. Келесіде енді тағы да келіп, енді шапандарды үйреніңіз. Енді бас киім үйрендіңіз, шарфтар үйрендіңіз, сумка, анау тағы да сондай заттарды үйрендіңіз. Ендігі мақсатыңыз енді киімге өтесіз. Сізге сәттілік тілеймін. Рахмет.